Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі. Сабағымыздың мақсаты шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Сабағымызға кіріспес бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. Абайдың ақындыққа ден қоюы қай кезеңнен басталды? Абай қандай тақырыптарда өлең жазды? Абай өз өлеңдерінде қандай мәселелерді көтерді? Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде көрдің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ ұрған өңкей ғыртың. Өзімдікі дей алмай, өз малыңды күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байдауы жоқ, бір күн тыртың етет, бір күн бұртың. Бас-басына бей болған өңкей қиқым, мінеки бұзған жоқ па елдің сыйқын? Өздеріңді түзелерде ұялмайм, өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оның да алған жоқ па құдай құлқын? Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығың, баққан жылқың. Бастами қолдамалға талас қылған, күш сынасқан күндестік бұздау шырқын. Оңалмай бойда жүрсе осы ғыртың, әр жердек жазылмай ма жаным тырқың. Қай жеріңнен көңілге қуат қылдық, қыр артылмас болған соң мінсе қырқың. Қиянақсыз, байлаусыз байқұс қылпың, не түсер құр күлкіден жыртың. Оғындырар кісіге кез келгенде, пыш-пыш демей, қалама ол дастартын. Оқушылар, қалың елім, қазағым, қайран жұртым өлеңі бойынша кестені толтырамыз. Бірінші тапсырма. Фило кестесін толтыру. Ф. Шығармадағы кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинайсыздар. И. Пікір. Кейіпкер туралы өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіресіздер. Л. Сұрақ. Кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар қоясыздар. А. Іс-әрекет. Автордың кейіпкерлерді суреттеудегі қолданған тәсілін жазасыздар. Келесі кезекте екінші тапсырма. Кесте бойынша берілген сөздерге өз пікірлеріңізді жазасыздар. Яғни, өлеңнен сіздерге тірек сөздер беріледі, сол сөздерді пайдалана отырып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіресіздер. Берілген кестедегі сұрақтарға назар аударып, ұлттық құндылықтардың маңызын кешегі және бүгінгі қоғам көріністерімен салыстырыңыздар. Дескриптор ұлттық құндылықтарды анықтайды, оқушылар пікірін білдіреді. Оқушылар, бүгінгі Абай атамыздың «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз. Бүгінгі сабақта қандай өмірлік білім алдым? Сабақта маған тапсырманы орындауға не көмектесті? Сабақта маған тапсырманы орындауға не кедергі болды? Маған қиындықтарды жеңу үшін не істеу қажет? Бүгінгі сабақтан не үйрендім? Осы сұрақтарға жауап береміз.